Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 11-ші сабақ отбасы мүшелері деген тақырыпты үйренеміз. Бұнда біз отбасына қатысты сөздерді меңгереміз. Сұрақ жауап үлгілерін қолдануды үйренуіміз керек. Отбасы жайлы сөйлем құраймыз. Қытай тілінде отбасы мүшелері былай айтылады. Әке деген сөз қытайша баба. Баба. Чеше немесе ана деген сөз мама. Мама. Аға гы. Гы. Әпке жеже. Іні диди. Қарындас меймей. Ата ие. Әже найнай. Маған лесіп оқып шығыңыздар. Баба. Мама. Гы. Жеже. Диди. Меймей. Ие. Найнай. Естеріңізде болсын, бұнда біз әке, ана дегенде баба, мама, гы, диди болсын, бәрінің соңғы сөзі, соңғы дыбысы жеңіл дыбыс болады. Мысалға мына диди. Ди төртінші дыбыс, бірақ екінші ди жеңіл айтылады. Диди. Меймей да сондай. Меймей. Бірінші дыбыс, мей төртінші дыбыс. Төртінші тон, екінші дыбысымыз мей жеңіл айтылады. Осыған көңіл аударыңыздар. Енді қытайша мен дегенді алыңғы сағат үйрендік, есімдік о деп айтамыз. О, ни деген сен деген сөз. Ол деген та ерлерге қаратылған, әйелдерге қаратылған та. Екеуінің қарап отырсаңыздар, радикалдар ұқсамайды. Ал маған лесіп оқып шығыңыздар. О, ни, та. Енді менің екі әпкем бар деген сөзді қалай айтамыз? 我有两个姐姐. Бұнда мен деген сөз, ю етістік, 2 дегеніміз сан есім, жеже әпке. Ал 2 дегенді алдында біз ар деп үйренгенбіз. Бірақ бұл жерде адамға қаратылған кезде ойу арғы жеже дейміз. Ойу ляңғы жеже деп айтамыз. Менде аға жоқ. 我没有哥哥. 没有деген жоқ деген сөз. 我没有哥哥. Маған лесіп оқыңыздар. 我有2个姐姐. 我有2个姐姐. 我没有哥哥. Менде 2 іні бар демекші болсақ, 我有2个弟弟деп айтамыз. Маған лесіп оқыңыздар. 我有2个姐姐. 我有2个姐姐. 我没有哥哥. 我没有哥哥. Ал мына грамматикаларға назар аударайық. 有 бар деген сөз, 没有 жоқ деген сөз. К бұнда санау сөзі. 1 2 біреу, екеу демекші болсақ, сандардың соңына к-ны қосамыз. 2
деп. Ал үй тапсырмасына жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Өздеріңіздің отбасыларыңыз жайлы 4-5 қарапайым сөйлем құрап үйреніңіздер. Аман сау болыңыздар.